Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар және жобаға қатысушылар. Галин Галиев атындағы жалпы орта білім беретін мектебі 7-ші сынып оқушылары. Ғылыми жоба тақырыбы тікұшақ түріндегі дрондар. Менің есімім Сетек Төте Есенбайұлы. Умар Нұрхат Михайдарұлы. Тақырыптың өзектілігі біз 7-8 сынып оқушылар арасында сауалнама жүргіздік. Және нәтижелер мәселенің шынымен бар екенін көрсетті. Сауалнамаға 36 адам қатысты. Дронның көптердің айырмашылығын білесіңдер. 60% жоқ, 36% иә. Дронның не екенін білесіңдер деген сұраққа 23% жоқ, 27% иә деп жауап берді. Дронның мобильді қосымша арқылы басқару керек ме? 37% жоқ, 61% иә. Дрон ағылшын тіліне аударылған дрон бездейник және ызылдау дегенді білдіреді. Ұшқышсыз ұшу аппараты бастапқыда әскери негізден барлау мақсатында жасалды. Әскери роботтың бір түрі. Алғашқы қашықтан басқарылатын роботтар бұрыннан пайда болды. Квадрокоптер бұл 4 бұрандасы бар дрон, трикоптер 3 бұрандасы бар дрон, 6 бұрандасы бар гексакоптер, 8 бұрандасы бар октокоптер. Дронның моторы неғұрлым жақсы болса, онда дронды неғұрлым тұрақты болады. Ауада ұшу уақыты да жоғары болады. Желге қарсы оңай қалады. Ең тараған дрондар ол квадрокоптерлер. Тікұшақ дрондарының түрлері. Тікұшақ дрондарының түрлерінің 4 түрі бар. Бірінші түрі микродрондар. Мұндай дрондардың салмағы 10 кг-нан аз, ауада болудың ең ұзақ уақыты 60 минут, ұшу биіктігі 1 шақырым. Екінші мини дрондар. Бұл құрылғылардың салмағы 50 кг-ға жетеді, ауада болу уақыты 5 сағатқа жетеді, ұшу биіктігі 3-тен 5 шақырымға дейін өзгереді. Миди дрондар. Салмағы 1 тоннаға дейін ұшу аппараттар 15 сағатқа ұшуға арналған. Мұндай дрондар 10 км биіктікке көтеріледі. Ауыр дрондар. Олардың салмағы тоннадан асады, ұзақтығы 1 тәуліктен асатын ұзаққа ұшуға арналған аппараттар әзірленді. Олар 20 шақырым биіктікте жүре алады. Дрондардың жұмыс принципі. Квадрокоптер 4 құлаушы бар платформа. Квадрокоптердің орталық бөлігі контроллерді, батареяны және жүктемені мысалы бейнекамераларды орналастыруға қызмет етеді. Ол ұшып келу үшін қарама-қарсы екі қолатқыш бір бағытта, ал қалған екеуі екінші бағытта айналу керек. Сондықтан вертикоптерге құйрық бұрандасы қажет емес. Пропеллердің 3 нұсқасы бар. Барлық бұрандаларды тездетіп көтеру, бұрандаларды бір жағынан жылдамдатуға және екінші жағынан баяулатуға, және бүйірге қарай қозғалыс. Ұшу контроллерінің функциялары. Бірінші, датчиктердің ақпарат жинайды. Екінші, датчиктерге сәйкес кеңістіктегі орнын анықтайды және есептейді. 3. Сыртқы бақылау әсерлері туралы ақпарат жинайды. 4. Басқару түзету сигналдарын атқарушы механизмдерге жібереді. Қорытынды. Зерттеуіміздің деректері Теллу квадрокоптеріне қатысты бірқатар тұжырымдар жасауға мүмкіндік берді. 1. Ұшақты басқару оңай. 2. Ұшқышсыз ұшу аппараты жаңа бастаған аудитория үшін арнайы әзірленді. 3. Дронды Теллу мобильді қосымшасы арқылы басқару ыңғайлы. 4. Дронды калибрлеу үшін Теллу А қосымшасын қолданған дұрыс. Квадрокоптердің құрылғысы мен ұшуын қарап, квадрокоптердің жылдамдығы адамдарға байланысты екенін түсіндік. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода біздің квадрокоптерді қалай құрастырғанымыз туралы көрсететін боламыз. Негізінде біз дронымызды ғылыми жобаға дайындап қойған болатынбыз. Бірақ сіздерге көрсету үшін оны қайтадан ашып, қайтадан құрамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл бізге дронның қанаттары, батареясы және миы. Батареясы бізде 3-7 вольтты құрайды. Біз дронымызды құрамас бұрын осы заттарды Қытай желісі сайтынан тапсырыс берген болатынбыз. Ол тапсырыс бізге 20 күннің ішінде келді. Дронның қанаттарының қасына дронды ұстап тұратын держатель алдық.